Ал оқушылар, онда біз телефонда қалай электронды жәшігімізбен хабарды жібереміз және хабарды ала алады екенбіз, қарайық. Бізде екі түрлі бар, Gmail және Mail.ru почтасы. Email мен кірейік. Міне, мұнда компьютердегідей барлығымызда входящий, черновик, исходящий, отправленный сияқты папкалар бар, бумалар. Осының ішінен бізге келген хаттарды тексеру үшін входящийға басамыз. Міне, бізге келіп түскен хаттар, өзімізге керектісін таңдап, аша қоямыз. Келген хатты оқимыз. Міне, егерде осы келген хатқа жауап бергіңіз келсе, бұны ответить кнопкасын басып, жауабыңызды жазып, егерде қаласаңыз, файлды да кіріктіруге болады. Өзіңіздің телефоныңызда бар файлдарды ғана кіріктіре аласыз. Мои файлыға кіріп, аудиома, видеома, немесе картинкама таңдайсыз. Мысалы, мен мынау картинканы жіберемін. Міне, картинкамыз түсті. Мына кнопканы бассақ, хатымыз жауап түрінде кетеді. Ал енді өзіміз хат жазу үшін мына қаламның белгісін басамыз. Кімге, яғни кому деген жерге кімге жіберетінімізді жазамыз. Мысалы, мен өзімнің екінші Gmail аккаунтыма жіберіп көрейін. gmail.com. Атын жаздық, таңбаны қойдық, және сервердің атын жаздық, gmail.com. Тақырыбы қандай? Сабақ тақырыбы. Мен бұл сабаққа байланысты презентация жібергім келеді. My файлыға кіремін. Документы дегеннің ішінен презентацияны таңдаймын. Міне, бірінші сабақ деген презентация бар екен. Егерде осыған қосымша жазғым келсе, жазып жіберем. Презентацияны оқыңыз. Міне, осылай. Тағы да 2-3 біз файлдар қосуға мүмкіндігіміз бар. Ол үшін қайтадан мынау файлға кіріп, галереядан мысалы фотоны да жүктеуге болады. Міне, фотомыз жүктелді. Отправить кнопкасын басамыз. Отправка болды. Ал енді отправленныйдың ішінен бұны тексеріп қарайық. Ең соңғы кеткен шықты, мінекей. Міне, жаңағы жіберген почтамы маған келіп тұр. Ал енді Gmail-дан қарайық осыны. Gmail-ға кіреміз. Міне, біздің жаңа мен жазған хатым келді, ашып қарап көрейік. Презентацияны оқыңыз деп жаздық, міне келіп тұр. Қандай почтадан келгенінде адресі көрсетіліп тұр. Ал енді өзіміз бұл жерде хат жазу үшін Gmail-да бұл жерде де міне қаламның белгісі бар. Осыған бассақ, жаңадан хат жазу беті ашылады. Кімге жібереміз? Менің жаңағы екінші керісінше жіберіп көрейік. Сабақ. Құрметті оқушылар. Сабақ презентациясы. Файлды кіріктіру үшін бұл жерде дәл осында мені прикрепить файл. Файлды таңдаймыз. Загрузки, міне өзіміздің телефонымыздағы файлдар шығады. Видео мысалы. Мысалы, мен видеоны жібергім келеді. Осы видеоны жүктейміз.
сосын мына батырма арқылы жібереміз. Ал егер де сіз келген хаттарды удалить еткіңіз келсе, яғни жойғыңыз келсе, белгілеу арқылы корзина белгісін басасыздар. Немесе хат жазу барысында файлды кірістірген кезде қате кірістіріп қойдық. Онда не істейміз? Әрине, мынау X таңбасын басамыз. Сонда бізде қате кірістірілген файлымыз жойылады. Телефонда түсінікті деп ойлаймын. Түсінбеген жерлерің болса, міндетті түрде мұғалімге жазыңыздар.